Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерді бүгінгі Zoom-да көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Бүгін бізде нақты кейстерді талқылауға арналған үшінші кездесуіміз. Осы кездесу барысында мен сіздерге кейсті не үшін талқылаймыз, жалпы жоспарымыз қандай дегенді естеріңізге сала кеткім келіп отыр. Ең алдымен біз кіріспе бөлімінен өтеміз. Ол ұйымдастырудың бір басты бөлігі, иә. Кейспен танысамыз, оны арнайы тәжірибе бөлісіп отырған маманымыз кейсті бізге баяндап беретін болады. Содан кейін әр осында қатысып отырған әріптесіміз осы кейске байланысты сұрақтарын қоя алады. Одан кейін біз топтық талдауды жүргіземіз, және осы жерде сын пікір айтпай, керісінше идея, ұсыныс, инсайттармен, не болмаса жаңағы өз тәжірибеңізбен бөлісе отырып, әріптесімізге қолдау көрсету болып табылады басты мақсатымыз, иә. Және кері байланыс беріп, осындай кейстермен кездескен кезде не істеуге болады, неден алшақ болу керек, неге назар аудару керек деген сияқты дүниелерді жаңағы біз бір-бірімізге ой салар ретінде, жаңағы бір ұсыныс ретінде қабылдауға бағыттанамыз, иә. Бүгінгі бізде күнге жоспарланып отырған екі кейсті талқылау бар, яғни қазіргі уақытта бізде бір кейс, түстен кейін тағы бір кейс, және бүгін бізде түстен кейін соңғы кездесуіміз болады. Соңғы кездесуден кейін осындай кейстермен жұмыс барысында сізге жұмысыңызды жеңілдететін, жаңағы әдістемелік көмек көрсететін бір-екі инструментпен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Енді әріптестеріміз ақырындап біздің кездесуге қосылып жатыр. Біздің бүгінгі вебинардың кейсті баяндап беруші әріптесіміз де осында қосылып отыр, мен көріп отырмын. Сөз кезегін сол кісіге берсем, Бейнеу ауданының әкімдігінің отбасын қолдау орталығының әлеуметтік жұмыс маманы Мирханова Унзира ханымға келесі сөз кезегі беріледі. Унзира ханым, мен сізге кейсті баяндау барысында конфиденциалдықты сақтау туралы есіңізге салғым келеді ережені, иә. Кейсті баяндаймыз, бірақ клиент туралы, оның жеке басына қатысты ақпаратты жарияламаймыз. Сіз мені естіп тұрсыз ба, Унзира ханым? Саламатсыздар ма? Естіп тұр ма екен? Естіп тұр даусыңыз. Тағы да саламатсыз әріптестер. Мен осы Бейнеу ауданы отбасын қолдау орталығында әлеуметтік жұмыс маманы Мирханова Унзира боламын. Бізде кейс туралы айта кетсек, жалпы бұл сигналды бізде ауруханадан түскен болатын. Ауруханада учаскелік патронаж медсестра өзінің учаскесін қарап тексеріп жүргенде осы 1951 жылғы азаматша туралы айтқан болатын. Бұл азаматша жалпы ұзақ уақыт төсек тартып жатқан азаматша, ауруханаға емделуге бармайды, тек кетанол деген дәрімен беймезгіл көп ішуіне байланысты осы кісімен психолог маман сөйлесіп, бір түсіндіріп, сондай жұмыс жүргізсін деген есеппен бізге хабарласқан болатын. Біздегі психолог маманмен мен өзім әлеуметтік жұмыс маманы сол кісілермен бірге барып бұл үйді зерделеуге бардық. Сол уақытта бұл кісі жалпы осы азаматша үлкен ұзақ уақыт бойы мүгедектікке шыға алмай жүрген. Мүгедектікке шыға алмай жүргендегісі бұл кісі 1-2 жыл бұрын жамбас сүйегін сындырып алған. Жамбас сүйегі дұрыс бітпегендіктен бұл кісінің қозғалуы қиын. Сосын ұзақ төсек тартып жатқанына байланысты сүйектері қол тисе ауырады, сосын буындары ауырады, ұстауға болмайды бұл кісіні. Сол баласы да сол қозғауға болмайды деп, бұл кісіні ауруханаға да еш жерге де апармайды. Тексеруге де, мүгедектікке шығу үшін бәрібір де қалайды, ол ауруханаға бару керек деген есеп қой. Сосын сол жағдайды айтқан болатын. Қазіргі таңда бұл кісіні психолог маман сөйлесіп, өзінің баласымен де сөйлесіп, бұл кісіні ауруханаға да апардық, өзіміздің көлік жалдап,
қазір мүгедектікке шығу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Және сол үйге зерделеуге барған кезде бұл отбасының тағы да бір мәселе туралы айтқан болатын. Бұл мәселе, бұл үйдегі мәселе, жаңа айттым ғой, баласы бар деп. Бұл кісі 1970 жылғы баласы бар. Баласы өзінің қарындасының қалған үш жиен баласын қарап отыр. Үш жиенін қарап отыр. Үш жиен дегенде бұның үш баланың анасы қазір басқа тұрмысқа шығып кеткен. Бұл үш баланы тастап кеткен. Осы ағасына тастап кеткен. Ағасының өзі де мүгедек, екінші топ мүгедек, бірінші топ мүгедек. Ол өзіне қамқоршы болып, өзінің баласы қамқоршы болып отыр бұл кісіге. Бұл өзі де мүгедек, анасы да мүгедек, және баласы өзіне қамқоршы болған соң, жеке күтуші болған соң, бұл кісі де, баласы да жұмыссыз да. Және де манағы қарындасының үш баласы да бар. Бұл үйге кіріс кіріп тұрған жоқ, тек манағы мүгедектікке алатын кіріс, және де не кіріс, жеке күтушіге алатын кіріс. Басқа ешқандай да кіріс жоқ бұл үйде. Жаңа үш баланың анасы қазір басқа тұрмыста дедік қой. Ол бұрында осы үш баланың дүниеге әкелмей тұрып та бұрын тұрмысқа болып, бұл үш баладан да бөлек тағы да бір үш бала бар. Қазіргі тұрмысынан да тағы бір бала бар. Сонда общий санағанда бұл шешеде 7 бала бар общий. 7 бала бар. Әр қайсының күйеуімен ажырасқанда, бірақ балда өзінің атында болған соң, бұл 7 балаға деп, көп балалы ана деп, бұл 7 баланың ақшасын өзіне алып отыр. Бірақ 7 балаға ақша алады да, бірақ әр қайсының тиісті өзінің ақшасын өзіне бермейді әр баланың. Бұл жаңа 3 баладан бөлек тағы да бір 3 бала бар дедім ғой. Бұның өзінің әкесі қарап отыр, бұрынғы бірінші тұрмысынан шыққан баланы. Қазіргі 3 баланы ағасы қарап отыр. Енді қазіргі тұрмыстағы бір баланың өзінің жолдасы бар қазінде. Өзінің аяғы ауыр, 8-ші балаға. 8-ші балаға аяғы ауыр. Енді қазіргі ағасының айтып отқан мәселесі, бұл балалар өсіп келе жатыр. Бұл балаларға қалай да ақша керек, енді оқуға түседі, киімі керек деген сияқты. Бұл өзі жұмыс істемейді, мүгедек дегендей. Соған байланысты мына баланың әкесінің әкелік құқығын айырған, әкесі алқаш, маскүнем, әр жерде құлап жүрген кісі да. Әкесінің әкелік құқығын айырған. Енді ағасы айтады, бұл қарындасымен вообще байланыс жоқ. Мүлде байланыс жоқ бұл кісінің. Балдар туралы хабар да алмайды. Бұл анасының аналық құқығын айырып, балаларға өзі қамқоршы болып, балаларға тиісті өзінің ақшасын өзіне бергісі келеді да, болашақта. Сол мәселе бойынша айтқан болатын. Қазіргі таңда бұл аналық құқығын айыру бойынша сотқа дело кеткен болатын. Қазір әлі де көп, ұзақ уақыт керек кейс бұл кейсіміз. Балалар деген жалпы ағасының қолында болғанмен де тәрбиелері, сабақ үлгерімі өте жақсы балалар. Үйіне зерделеуге барғаннан бастап апалап, есік алдында күтіп алып жетеді. Үйіне табыс болмаған соң жеке кәсіпкерлердің ықпалымен азық-түлікпен көмектесіп тұрамыз. Және мана анасына мүгедектікке шығу бойынша жекелеп күн сайын патронаж мейірбикелеріне соғып, бұл кісінің шаруасы не болды, аяқ асты қалмасын деп зерделеп соғып отырамыз. Ал манағы аналық құқығын айыру бойынша сот әлі де 1 ай көлемінде күту керек. Сол бойынша қазір жұмыс жасалынып жатыр бізде. Сол біздегі мәселе, кейсіміз. Рахмет, Үнзира ханым. Әріптестер, кейспен таныс болдыңыздар. Жалпы патронаждық медбике бір мәселе туралы айтып хабарласқан еді. Бір кейстің ішінен тағы мүлдем бір бөлек кейс мәселе шығып тұрғанын байқауға болады, Үнзира ханым. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма нақтылайтын? Жамбыл ауданы, Жаңаөзен ауданындағы әріптестеріміз кейсті талдау үшін біз жаңағы сұрақ қойып, қаншалықты бұл ақпаратты қабылдағанымызды, түсінгенімізді біліп отыру керекпіз.
Әріптестеріміз сұрақтарын қойып жатыр. Жамбыл ауданы видеосын ашып жатыр. Рахмет сізге. Сұрағыңыз бар болса, ұялмай микрофондарыңызды ашып, мына жеріне мынандай пікірім бар деп сұрасаңыздар болады. Бұл жалпы мынау алаңымызда сол үшін жасалған. Тек қана жаңағы бәріміз кейсті бір тараптан ғана талқылап емес, әрқайсыңыздың пікіріңіз өте маңызды болғаннан кейін бәрімізге осылай хабарлап қосылыңыздар деген бір үндеу тастаған болатынбыз. Сұрағыңыз бар ма, әріптес? Сәлеметсіз ба, Назира ханым? Саламатсыз ба? Қуаныштымын сіздің бүгінгі неңізге қатысып отырғаныма, оқуға. Бізде де енді Жамбыл ауданы Алматы облысынан осы неге қатысып отырмыз, бірақ жаңа әріптесім алдындағы айтқандай, осындай кейс бізде бәрімізде де бар ғой. Осындай кейстер өте көп. Мысалы, бізде бір кейс бар, жаңағы көзі көрмейтін мүгедек зағип жан келіп бізден маған отбасын құру үшін әйел тауып беріңдер деп осындай ситуацияларға көп түсеміз негізі. Сол кезде жаңағы жауап беретін сөзіміз қалмай қалады. Мысалы, осындай моменттерде сіздің өткізіп жатқан бүгінгі оқуыңыз өте қажет деп түсінемін. Былай енді жаңа әріптесімнің кейсіне ешқандай сұрағым жоқ, бірақ ондай кейстер бізде де бар. Сол жағдайда өте қиналып жауап таппай қалатын моменттеріміз де болады. Кері байланысыңызға рахмет, әріптес. Үнзира ханым, менің онда бір-екі сұрағым бар кейс бойынша. Жаңағы 3 балаңыз қарындасының баласы дедік, иә, жаңағы біздің төсек тартып жатқан апаның қызы ғой, получается. Соның қызы, 3 баласы кәмелетке толмаған, менің түсінігім бойынша, иә. Және олардың қамқоршысы қазір жаңағы ағасы дедіңіз. Бұл қамқорлық заңды түрде рәсімделген бе, жоқ әлде жаңағы қарындасы жай ғана төркініне әкеп тастап кете берген ба сонда? Жоқ, бұл кісінің әлі заңды түрде қамқоршы тағайындалған жоқ. Себебі аналық құқығынан әлі айырылған жоқ бұл шеше. Бұл шешені аналық құқығынан айырайын десек, жылап, кәдімгідей айтарға сөзіміз болмай қалады, кейбір шешімде жауап ретінде да. Мені айырмаң депті енді. Манағы қолындағы бір бала бар, барлық пособияны да осы 3 бала үшін пособияны айырсақ, барлық балаға да әсер етіп кетеді екен. Иә. Егер ол бір балаға қатысты ата-ана құқығынан айырылатын болса, онда заң тұрғыдан жаңағы сұрақ туындайды. Егер ол бір балаға қамқорлық көрсете алмаса, ата-ана құқығын жаңағы міндетін орындамаса, онда басқа балаларына да жаңағы тура осы шешім қабылдануы мүмкін. Яғни 7 баладан да ол кісі айырылып қалуы мүмкін. Бірақ енді мына жерде, қараңыз, ағасының қолында бұл балалар тұрып жатса, заңдық негіздеме жоқ. Яғни анасы бір жақта, балалар бір жақта. Және егер бірдеңке болатын болса балаларға, денсаулығына қатысты, шұғыл бір ота жасау керек болатын болса, не болмаса тағы да басқа бала болғаннан кейін құлап қалады, тағы бірдеңке болады. Сонда бұл балаларға анасы ана ретінде жауапты болмай тұр ғой. Бұл балалар ересек адамдар мүлдем басқа, және жаңағы қамқоршысы ретінде өзінің мүгедектігі бар адам сайлап отыр ғой бұл адамды. Сіз қарайсыз, сіз боласыз деп. Бұл бала мектеп кезінде, осы сабақ аяқталатын уақытта, сәуір айында мектепте жүрген кезде балдар өзара төбелескен болатын. Сол төбелескен кезде бір бала пышақ алып, осы 3 баланың бір үлкеніне пышақ тиген болатын. Сол мәселе кезінде бұл анасын іздеді. Анасы кәдімгідей келген жоқ. Шын айтқанда келмейді. Анасы сосын шырылдап, сол сәттен кейін аналық құқығын айырам деп ағасы шешім қабылдады. Зира ханым, қараңыз, мына жерде енді анасы да сотқа барған кезде сотта бірден шеше салмайды. Жаңағы
Биыл жалпы бізде Қазақстанда ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты нығайту, отбасылық қарым-қатынасты нығайтуға қатысты сотқа барған кезде анасы алғашқы жаңағы кездесуде уәде беруі мүмкін. Мен балаларыма қараймын, қолыма аламын, жаңағы енді бәрі несін айтуы мүмкін. Жаңағы өзіңіз де айтып отырсыз ғой, мынандай бізге де неше түрлі сөзді айтады, біз де не істерімізді білмей қаламыз деп. Сол себептен сот оған уақыт беруі мүмкін. Ол 1 ай мен 3 ай, кейде 6 айға дейін созылуы мүмкін. Яғни жаңағы анасына жұмыс табуға, балаларын қолына алуға, өз тәрбиесімен өзі айналысуға деген сияқты уақыт беруі мүмкін. Бірақ дегенмен мына жерде біз отбасын қолдау орталығы ретінде, маман ретінде, әлеуметтік қызметкер маман ретінде, мына жерде біз ананың құқығын емес, баланың құқығын ойлау керекпіз. Әр бала жаңағы оның базалық қажеттіліктерін қамтамасыз етуге, дұрыстап тамақтануға, жаңа айтып отырсыз, кіріс жоқ деп ол үйде. Жасына, мына даладағы күн райына, соған сәйкес киім киюге, мектепке баруға, сонымен қатар өз анасымен бірге тұруға, егер ол ондай мүмкіндік болмайтын болса, отбасына жаңағы не болмаса, отбасына жақын типтегі форматтарда орналастыруға құқығы бар. Мына жерде мына 3 баланың құқығы тапталып жатыр, заң жүзінен қарайтын болсақ. Анасы бар, бірақ бәрі оған қалыпты жағдай сияқты қарайды. Анасының басқа отбасы бар, басқа жаққа күйеуге шығып кеткен. Демек, бұл балалар анасына қажет емес. Сол себептен сіздер әлеуметтік қызметкерлер ретінде не істей аласыздар? Мына отбасына выездқа, үйіне барған сайын жаңағы балалармен психолог сөйлесіп, оның эмоционалдық жағдайы балалардың қалай болып жатыр, қандай өзгерістер бар, мынау жеткіншек кезінде қандай болады, неше түрлі қазір әлі балалардың жасөспірім кезінде де психологиялық тұрғыдан өзгерістер болады ғой. Одан кейін жаңағы акт ретінде фиксация жасайсыздар. Міне мысалы 10 июль бүгін бардық, анасынан хабар жоқ, ағасының айтуынша хабарласпаған, келмеген, жаңағы балаларға хабарға шықпаған. Келесі рет мысалы бір 27 июль не болмаса августте барсаңыздар, тағы да солай жаңағы фиксация жасайсыздар. Яғни сот барысында сіздер де қатысып, баланың құқығын қорғау үшін біз міне осы уақытқа дейін отбасына 15 рет бардық, мен былай жобалап айтып жатырмын. 15 ретте де анасы бірде-бір рет жаңағы баланың жағдайымен, мәселесімен қызықпаған, телефон соқпаған, хабарласпаған. Яғни сотқа бұл кісінің балаларға деген қызығушылығы, балалардың жаңа тәрбиесіне деген несі жоқ дегенді дәлелдейтін дүниелер жасайсыздар. Егер бұл кісі жаңағы расымен де балаларды қолына алғысы келмесе. Бірақ енді бұл осы уақытқа дейін созылатын болса, бізде де тәжірибеде бұндай кейстер болған, ондай аналар болады. Бала арқылы өздерінің қаржылық жағдайын реттеп жүретін. 7 балаға біраз ақша алады ғой, енді жұмыс істемейтін адам үшін ол кәдімгідей ауадан келген ақша сияқты болады. Сол себептен мына жерде отбасын қолдау орталығы ең алдымен баланың құқығы туралы дабыл қағып, ертең аяқ асты бұл балаларға бірдеңке болатын болса, кім жауапты? Бұл балалар кімнің қамқоршылығында? Егер анасын жаңағы ана құқығынан айыруға мүмкіндік бар болатын болса, айырып, және ағасына, енді ол егер мүгедектігі бар болатын болса, ол жерде де қарастырылады, қаншалықты оған балалардың тәрбиесін сеніп тапсыруға болады дегенші. Егер ондай жағдай болмаса, бұнда бұл балалардың өкінішке орай баратын жері балалар үйі болып тұр ғой. Бірақ дегенмен ол жерде де мынандай қауіпті жағдайда қалғанша, тамағы тоқ емес, жаңағы қасындағы ересегі жоқ, эмоционалдық тұрғыдан балалар үшін өте қиын, мысалы, жаңағы мамасы бар екенін біледі, бірақ ол басқа жақта. Ертең балалар арасында да жаңағы бұл әңгіме жүреді, мектептегі жаңағы достардың арасында да ондай ситуациялар болуы мүмкін, бір-біріне жаңағы буллинг жасауы мүмкін соның әсерінен. Сол себептен мына жерде біздің отбасын қолдау орталығының басты міндеті балалардың құқығын қорғау болып табылады. Сол себептен қамқоршылық органдарымен, мектеп бұл туралы ең алдымен жаңағы нету керек,
дабыл қағу керек. Мына 3 бала бізде оқиды, анасын бір ретте көрген жоқпыз, класс жетекшісі анасымен кездескен жоқпыз деген сияқты жаңағы балалардың құқығын қорғау керекпіз. Және ағасының жаңағы дедік, иә, өз балалары бар ма сонда сол үйде тұратын? Осы сұрағым бар да. Балалары бар, өзінің бір ер баласы бар, қазіргі таңда өзі мүгедек деп айттым ғой, өзіне жеке күтуші болып тағайындалған. Ол кәмелетке толған. Иә, кәмелетке толған, үлкен Ол 93 жылғы азамат. Ол кісі жеке күтуші болған үшін жұмысқа тұра алмайды екен. Жеке күтуші болып тағайындалған үшін. Яғни оның жұмысы жаңағы кісілерді баптау болып табылады ғой, иә? Баптап күту. Мына 3 бала туралы ең бірінші сот болған, балалар сот балалардан өз сұраған, аналарын келе ма дегендей. Сол кезде балалар, біз көзіміздің ашқаннан бастап бұл анамызды көрген жоқпыз деп жауап қатқан. Сол кезде сонда да уақыт беріп бұл кісілерге. Екінші сот енді болады. Дегенмен де мына тәуекелді жаңағы ескеру керек. Егер де енді бұл балаларды ата-ана құқығынан айыратын болса, егер бұл балаларды қамқоршылыққа ағасына не ағасының баласына бермейді көп жағдайда. Себебі заң бойынша бізде жалғыз басты ер адамға бала тәрбиесі бойынша жаңағы рұқсат берілмейді. Егер оның тәжірибесінде осығанға дейін 3 жылдай өзі балаларды тәрбиелеп, өзі жаңағы сондай несі болмаса, көп уақытта берілмейді. Жалғыз басты ер адамға бала қамқоршылығы тағайындалмайды. Бірақ мына жерде бұлардың туыс екенін бір-біріне дәлелдейтін болса, туыстық қамқоршылық тағайындалуы мүмкін. Бірақ бұл жерде қайттан жаңағы этикалық дилемма десек те болады, иә? Қаншалықты анасының құқығынан айырғаннан кейін бұл балалардың жағдайы қаншалықты өзгереді? Ол ақша қамқоршыға түскенмен де бұл балалардың қажеттіліктері қаншалықты қамтамасыз етіледі деген сұрақтар пайда болады. Сол себептен балалармен сіздердің психолог жұмыс істеген кезде психологиялық тұрғыдан балаларды ақырындап дайындау керек. Жағдай өзгеріп кетуі мүмкін. Мынау сот болып жатыр, мысалы, білесіңдер, иә? Егер балалар жаңағы 10 жастан асқан болса, үлкенімен болсын, жаңағы не жүргізуі мүмкін. Бізде заң бойынша әртүрлі не, оның баланың тағдырын бізде заң шешеді. Жаңағы отбасын қолдау орталығы емес, сот емес, ол заң шешеді, заң аясында бәрі болады деген сияқты. Ертең балалардың бойында депривация, содан кейін жаңағы сатқындық деген сияқты сәттерді сезінбес үшін ол заңмен шешілген жаңағы шешім деген сияқты қабылдауға біз дайындау керекпіз. Себебі кешегі бір кейсте де талқылап жаттық қой. Мына кейсте әріптестер, енді менің ойымша 60-70% жоғары балалар орналастырылады. Себебі ана үйде балалар үшін ешқандай жаңағы дамуына, оқуына деген жағдай жасалмаған. Видите, тамағын жасап беретін адам жоқ, оның бәрі ескеріледі. Сол себептен осы кейспен жұмыс істейтін біздің әлеуметтік қызметкер жалпы балалар ертең балаларды қолдау орталығына не болмаса мекемеге орналастырылатына дайын болу керек. Және жаңағы соған балаларды жаңағы егер сондай неге бара жатса, балаларды 2 вариант болуы мүмкін дегенді дайындау керек деген менің осындай жаңағы ойым баршы. Себебі бала үшін ол ойлап жүреді ғой, қазір анамның қамқорлығынан айырылады, мен үшін осы. Олар үшін қалыпты жағдай, ағасымен тұру, әжесі жаңағы төсек тартып жатса да бірге тұру, олар үшін үйреншікті жағдай. Ал аяқ асты біреу келіп, жаңағы не киген мамандар келіп, біз балаларды алып кетеміз деп мүлдем басқа бір ешқашан көрмеген, танымаған жерге апарып салған кезде балалар үшін өте үлкен стресс болады.
Сол себептен жалпы сендерді мүмкін жаңағы уақытша бір жерге орналастыру мүмкін, құжаттар дайындалғанша деген сияқты түсіндірме жұмыстарын кішкене балалармен жүргізу керек деп ойлаймын мен мына жерде. Әріптестер, сіздер не дейсіздер? Мына жерде өте бір қиын кейс, сіздерде тәжірибеде де кездесетін жаңағы өздері қамқоршылыққа, өздері бір көмекке мұқтаж кезде кішкентай балалар бар. Иә? Қандай ұсыныс айтар едіңіздер? Ал үйлері өздерінікі ғой, иә, Үнзира ханым, пәтер емес. Иә, үйлері өздерінікі, бәрі бірге тұрады сол үйде. Жалдамалы үй емес. Кешірерсіздер, сәлеметсіздер ме? Мен кеш кіріп қалдым да, историяның басын тыңдай алмай қалдым. Бұл балаларда туысқандары жоқ па, қамқорлыққа алатын? Өте жақсы ұсыныс. Идея жақсы. Басқа туысқандар жоқ па, Үнзира ханым? Басқа туысқандар дегенде, мына қазіргі бағып отқан ағасын жалпы өздері 5 ағайынды. 3 қыз, 2 ер бала, бір үлкен ағасы бар. Оның өзінің де үлкен семьясы бар, отбасысы бар дегендей. Қазіргі таңда жалғызбасты осы кісі болып, осының кісінің қолында балдар. Қыздар өздерінің отбасында шешелеріне келіп қарап тұрады, арасында келіп. Және қамқоршылық алатындай үлкен үй сол жақ болғаннан кейін балаларды сол жаққа нетіп отыр ғой. Иә. Жалпы шешесі тұрмысқа шығатын уақытта балалар қазір осы кішкене уақытта қала тұрсын, мен кішкене үйренісіп алайын, сосын балаларды алып кетемін деп тастап кеткен. Содан жоқ анасы. Ал анасымен кездесіп, сөйлесу, ондай мүмкіндік болмады сіздерде, иә? Ондай мүмкіндік болмайды. Телефон соққанның өзінде зорға жауап береді адам. Маған мен мазаламаң, ол балалар керек емес дегенде ол жауап береді. Өз өмірін жасап жатқан адам ғой. Иә. Ал ақша туралы айтсаң, уже не істеп кетеді, ашуланып, сол күндерің сол ақша қалды ма, берем деп манағыдай аузына келген сөздерін айтады ағасына. Психолог келіп жайлап сөйлескісі келсе де көнбейді анасы. Осы қазіргі тұрмысында да жолдасы ұрып соғу несі болған, сосын өткенде Түркіне қайтып келген бұл кісі. Сол кезде ұстап психологпен барып сөйлесуге келген кезде уже жолдасы келіп алып кеткен екен. Демалыс күні. Үлгермей алдық сөйлесуге барып. Негізінде әріптестер, мынандай бір кішкене не сияқты айтып кетейінші, бізде қоғамда менталдық жаңағы ерекшеліктері бар адамдар көп болады. Кейде ол кісілердің жаңағы қандай да бір психикалық ауытқулары, не болмаса жаңағы интеллектуалдық тұрғыдан қандай да бір жаңағы шегінулері, тіптен жаңағы диагноз қойылмаған, не болмаса жаңағы зерттелмеген болуы мүмкін. Сол себептен адамдар қоғамға қарсы антисоциальный дейді, дүниелер жасауы мүмкін. Әлеуметтік салада отбасымен жұмыс істеген кезде ол мүлдем өте жиі кездесетін жағдай. Өкінішке орай бізде қазір Қазақстанда менталдық ауытқулары бар адамдармен жұмыс әлі жаңағы дамымаған. Біздің әлеуметтік қызметкерлерде жаңағы адамның даму ерекшелігі нормаға сай ма, жоқ сай емес па деген сияқты дүниені біз әлі ажыратып біле алмаймыз. Бірақ енді мына кейстің несіне қарайтын болсақ, жаңағы балаларын тастап кету, өз өмірін жасау деген сияқты дүниелер мына кісіде де кішкене жаңағы менталдық тұрғыдан ауытқулар бар екенін болжап айтуға болады. Сол себептен біздің әлеуметтік қызметкерлер осындай кейстермен жұмыс істеген кезде нақты, сау, есі түзу адаммен жұмыс істеп жатырмын дегенге қалай айтсам, қатты сенімді болмау керек. Себебі енді стресстің деңгейі неғұрлым жоғары болатын болса, соғұрлым ол біздің менталдық денсаулығымызға әсер етеді. Оны мен жаңағы күресіп,
оны жеңіп шыға алатын адам бар, керісінше неше түрлі жаңағы жағдаяттарға түсіп қалатын адамдар бар. Сол себептен бұл кісілермен жұмыс істеген кезде біз маман ретінде түсіну керекпіз. Ол кісінің мүмкін қандай да бір ауытқулары болуы мүмкін. Сол себептен ол кісі балаларды қарауға әл ауқаты, шамасы, ақылы жетпейді, бірақ ақшаны алып, сол ақшаны жұмсауға, балаларға беруге емес, оған жаңағы несі әлеуеті жетеді деген сияқты өз-өзімізге осындай кері байланыс беріп отыру керекпіз. Бұл біздің жұмысымыз үшін өте маңызды. Тағы не істеуге болады бұл кейспен, әріптестер? Бірақ балалардың психолог сөйлескен кезде балалардың жағдайы отбасында жақсы, иә, жоқшылық болса да жаңағы Иә. Балалар психологпен сөйлескен кезде балалардың мектептен білім туралы сұрағанда балалардың білімі өте жақсы, тәрбиесі үйге кіргеннен тәрбиелерін көрсетеді ғой балалар деген, өте керемет балалар. Анасы, әкесі жоқ демесең, былай жақсы балалар. Мектептегі мұғалімдер олардың үлгерімі туралы, тәрбиесі туралы дәл солай айта ма? Бәрі жақсы бұл балаларды? Дәл солай айтады. Дәл солай. Жақсы деп, үлгерімі де жақсы, үші еркек баланың да. Үйіне барғанда да жаңа тамақ істеп беретін адам жоқ дейсіз ғой, ондай емес та, өздері істеп, манағы ағасында, әжесінде өздері қарап, бар жағдайын істеп отырған балалар ғой. Барсам жатпайды ана балалар. Саламатсыз ба? Bir сұрағым бар еді менің, осы кейс бойынша. Жаңағы балалардың әкелері балаларды өздеріне алуға қарсы ма, или сол жағы қалай болып жатыр? Әкесі маскүнем алқаш кісі, ана әр жерде құлап жүрген, наркологический неде жататын кісі. Балаларды бұл отказ беріп тастаған, ана әкелік құқығынан айырылған әке бұл. Түсінікті, рахмет. Ол деген, мен ойлағам ғой, егер әкесі жаңа не болатын болса, жаңа арақ болғанмен де бала шағасы болғандықтан, может, дұрысталу жаңағы оңалту орталығына беріп көруге бола ма деп. Әкесімен де тауып сөйлесуге барған кезде әкесі көп уақыттан бері алқаш негізі түсіп кеткен ғой, 3-4 жыл бойы. Біз естігеніміз бойынша 3-4 жыл бойы осы неге түсіп кеткен кісі. Ішімдікке, тәуелділікке. Тәуелдік салынып кеткен кісі. Ол кісімен сөйлесу мүмкін емес. Сонда жаңағы ол балаларды неге анасының құқығын айырған жағдайда орган опекаларға беру үшін бір нәрсе жасала ма? Сонда ол, потому что андай жағдайда жүре бермейді балалар. Қазіргі жағдайлар жақсы болып, сабақтары дұрыс болғанмен ертең ол балалар өскенде алғарай қиын болады ғой. Сонда интернатқа беріп, может, басқа нәрселерге беруге тапсыруға бола ма екен? Болады ғой. Егер ата-ана құқығынан анасын айыратын болса, онда соттың шешімінен бұл балаларға жаңағы қамқоршы ретінде ағасы не ағасының баласы тағайындалуы мүмкін, бірақ оның ықтималы өте төмен, заң бойынша жалғызбасты ер адамға бермейді. Ал және соттың шешімімен балаларды қолдау орталығы дейді, қазір барлық өңірде бар. Не болмаса жаңағы балаларды жасына сай неге орналастырады? Балалар үйіне, не болмаса балалардың балалар қалашығы деген бар бізде, мемлекеттік мекемелер, отбасы форматында балалар үйі сияқты балаларды өсіретін жер бар. Және сол жерде бұл балаларға кәсіби отбасы іздеуі мүмкін, не болмаса бұл балаларды отбасына орналастыру түрлерін қарастыру мүмкін. Бірақ енді жас ерекшелігіне қарай 10 жастан жоғары болса, бұлардың отбасына орналасуы төмен болады. Енді қазір бізде 1 шілдеден бастап кәсіби отбасы деген заң қолданып жүзеге асайын деп жатыр ғой. Мүмкін сондай жаңағы кәсіби профессиональный семьяға орналасып қалатын шығар. Яғни бір отбасынан екінші отбасына уақытша олар орналастырылады да, мүмкіндігінше бұларды ұзақ уақытқа 18 жасқа толғанша бір отбасына орналастыру жолдарын қарастырады. Бірақ балалардың жасына қарай, жасы жаңа үлкен дедіңіз, сотта пікірін сұрап жатса 10 жастан асқан болып тұр ғой үлкені. Иә, 10 жастан асқан жалпы балалар. Бала 10 жасқа
таяған кезде оның отбасына орналастыру мүмкіндігі 3 есе төмендейді, әріптестер. Соны ескеру керек. Себебі біздің қоғамда қанша дегенмен жаңағы кішкентай, әлі есін білмейтін, есінде ештеңке жоқ, 3-4 жасқа дейінгі баланы алғысы келеді көп отбасы. Үлкен баламен қиналамыз, қиын болады деп жаңағы қарастырмайды да. Бірақ енді дегенмен бұл практикада мұндай кейстер болады. Енді анасы алмайды-ау, ол кісі өзінің жағдайын жасап жүрген кісі, ондай кісілер баласын алу үшін де жаңағы қамтамасыз ету үшін де негізінде көмек көрсетеміз деп нетуге болады, бірақ ол жерде конфликттік жағдайлар көп болады. Балалардың зорлық-зомбылыққа ұшырау тәуекелдігі өте жоғары болады. Анасы жаңағы балаларға өзінің агрессиясын жаңағы енді қарамаймын деп бас тастап кетіп отыр ғой. Ал біз оны қайттан оған балаларды қосып бергеніміз оның бойында қандай да бір агрессияны тудыруы мүмкін. Мен өзім өмірімді жасайын деп едім, өзімше жаңағы өмір сүрейін деп едім, сендерді маған деген нетіп қойды деген сияқты. Ал апасы есін біледі, бәрін біледі, просто төсек тартып жатыр. Иә, ол кісімен психолог сөйлескенде кәдімгідей дұрыс жауап береді. Есін білетіні үлкен кісі, тек төсек тартып жатыр демесеңіз болды. Ол кісі емге келмейді, бірақ 71-деңкеге келіп қалған кісі ғой, получается. Иә. Ол кісіге де қамқорлық бермейді. Уже возрастной. Сондай мәселе болып тұр. Сонда қазір балалар өз үйінде ма или Ағасының үйінде? Ағасының үйінде. Ағасы әлі үйленбеген, мүгедектігі бар ағасы. Ағасының өзі мүгедек, иә. Бізде бірақ осындай кейс болды тоже. Әкесі де, анасы да осындай ішімдікке салынып кеткен, апасы бар үйде. Бірақ біз енді қайта бақылауға алып, прокуратура, сол мобильный топпен осыным қайта қолға алып, отбасыға бара бердік. Ол жерде үлкен сестрасы даже опекунствоның өзіне оформить еткісі келген. Оның да бала шағасы бар, үйі бар, жеке тұрады. Бірақ бәрібір де анасы есін жинап, емделді, біраз тоже үйінен қонбайды, жаңағыдай кетіп қалады, 10 күнде жоқ болып кетеді, сондай жағдай болды да. Бірақ қайта сол анасын іздеп, бізде участковыйлар лечениеге жібереміз деп сөйтіп. Не керек, әкесі де, анасы да өздерінің қолына алып, емделіп шығып, балаларын өткізбеді. КДН-ға да шықты, қайта штраф алып. Мүмкін сондай жағдай жасау керек шығар. Әкесімен қазір көп уақыт бойы жұмыс істеп жатыр, ол кісі деген наркодиспансер, сондай жерде жатыр. Әкесі емдеп шыққанша хотя балаларды оңай емес, балалар үйіне орналастыру. Балалар оған дейін бізге келмей тұрды да, әкесінен уже әкелік құқығын айыптаған. Бізге келген кезде тек ағасы аналық құқығын айыру туралы айтқан болатын. Аналық құқығын айырғанда да жаңағыдай балалар үйіне кетіп қалмасын деген сияқты мәселе болып тұр ғой, бізге қиындау. Сол. Біз енді соны жібермей қайта біздікілер де сол. Балаларға ол бар. Балалар қиналайын тұр. Сіздің кейсте әйел адам болып тұр. Видите, мына жерде, мына семьяда бір жаңағы әрекетке заң бойынша жаңағы әрекет жасай алатын әйел адам болса, опекунствоны соған жасауға болатын еді. Ана жерде ер адамдар ғана болып тұр да, заң бойынша жалғыз басты ер адамға балалардың тәрбиесі берілмейді, тапсырылмайды. Сода проблема болып тұршы. Просто шыны керек, ең бірінші осындай кейс естісе, мен балалардың үйінен айырғым келмейді ше. Әрине. Балалар үйінде оңай емес қой. Басынан сипайтын ана жоқ, туыс жоқ. Өте дұрыс айтасыз. Әріптестер, бізде 1 минуттан аз уақыт қалды. Осы сілтемемен қайттан қосыламыз да. Бұл кейсті ары қарай балалардың мүддесін сақтау үшін, балалардың құқығын сақтау үшін не істеуге болады деген жаңағы ұсыныстарды талқылап көреміз, иә.
идеяларыңыз болып жатса, міндетті түрде айтып отырыңыздар. Себебі бұл жерде ең үлкен мәселе балалардың балалар үйіне кетіп қалуы болып тұр. Қазір Иә. бізде аяқталады, сонымен қайттан қосыламыз. Жақсы. Әріптестер, жаңағы кейсімізді талқылауды жалғастырайық. Біз өзіміз байқамай жаңағы нәтижелі сценарийлерге келіп қалдық, иә. Біз айттық, 3 варианты болады. Әр кейстің шешімінің позитивті, орташа шешім және негативті болуы мүмкін. Мына кейсте бізде негативті шешім ретінде балалардың отбасынан тұрып жатқан қазіргі үйреншікті мекенінен айырылып мекемеге түсу болып тұр. Ал жаңағы позитивті тұрғыда мүмкін жаңағы енді әр баланың ерекшелігін, отбасының осы уақытқа дейін баланы қарап отыруына, базалық қажеттіліктерін қамтамасыз етіп отыруына сәйкес мүмкін сот бір уақытша не беріп қалдыруы да мүмкін. Бірақ енді ол өте сондай бір жаңағы не жағдайда. Көбінесе енді сотта заң аясында жұмыс істейді ғой. Заң бойынша бұл балалар мекемеге бару керек болып тұр. Себебі қазіргі тұрып жатқан отбасында бұларға қамқорлық көрсететін, бұлардың қажеттіліктерін қамтамасыз ететін адам болмай тұр. Сол себептен егер бұл кейсті оңтайлы, позитивті түрде шешу үшін әлеуметтік қызметкер, отбасын қолдау орталығы не істей алады? Соған қатысты өздеріңіздің ұсыныс пен идеяларыңызды айтып кетсеңіздер. Бізде әріптесіміз өзі Үнзира ханым қосылмады ғой деймін. Қандай ой бар? Отбасын қолдау орталығы осы балаларды осы отбасында қалдыру үшін қолынан не келеді? Қандай әрекет жасауға болады? Жаңа бізде Жанат ханым, Жамбыл облысындағы әріптестеріміз кері байланыс беріп еді. Басқа да әріптестер сіздердің қосып алатын ұсыныстарыңыз бар ма осы кейсте? Осындай кейсті кездескен кезде, тәжірибемізде сүйемелдеуге, осындай кейспен бетпе-бет кездескен кезде не істеуге болады деген қандай бір ұсыныстар алатын едіңіздер өзіңізге? Үнзира ханымның жаңағы кейсті бізге шығарған әріптесіміз әлі де жаңағы несін қайттан қосыламады біздің зумға. Мен ол кісіге жазып жібердім.
Бірақ та әріптестік егер Назира ханым қосылдым. Жақсы, Жаңа интернет. рахмет Гүлзира ханым. Мен сізді күтіп отыр едім, ең бастысы. Әріптестер, мына кейске қатысты әріптестерге беретін жаңағы ұсыныстарыңыз, идеяларыңыз, қандай да бір құнды бір маман ретінде бір нелеріңіз бар ма? Совет десек те болады. Негізі өте ауыр кейс, иә. Жаңағы бір неде тұрған сияқтысың. Қаншалықты әрекет жасасаң да, нәтиже біреу болатын сияқты бір қорқыныш, үрей болуы мүмкін, иә. Түбі бәрібір балалар мекемеге барады деген сияқты. Енді отбасын қолдау орталығы бұндай балаларды өзінің қамқоршылығына ала алмаймыз ғой. Біз сол себептен бұлардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін мемлекет өз қамқорлығына алуы әбден заң аясында алуы шарт. Енді бағана біз айтып кеткендей, бұл отбасын бақылауда, отбасына барып тұру керек, жаңағы анасының құқығынан айыруға деген әрекеттерді жасау керек деген ұстанымда қаламыз. Себебі бұл балалардың құқықтарын қамтамасыз етеді. Ата-ана өз міндетін орындамаса, онда бұл міндетті орындайтын тарапқа не болмаса адамға беру керек. Себебі әр баланың отбасында тұруы, дұрыс тамақтануы, бағана айтпай құқығы бар. Бақылау барысында сонымен қатар жаңағы отбасына барған кезде балалар өзін қаншалықты жайлы сезінеді, балалар үшін бұл отбасынан кеткен жаңағы қаншалықты стрессті болады деген бір зерттеу, наблюдение, орысша айтқан кезде сондай жұмыстарын жүргізіп, жаңағы кәдімгідей әр психолог болсын, әлеуметтік қызметкер болсын, өзінің жаңағы пікірін, мінездемесін жазып берсе болады. Жаңағы отбасына барған, сөйлескен, көрген, көршілермен сөйлескен, алынған ақпарат негізінде. Себебі жаңа Унзира ханым өте маңызды бір сәтті айтып кеттіңіз. Балалар жаңағы бізге тамақты кім жасап береді деп күтіп отырмайды. Бұлар жаңағы жауапкершілікті өз мойнына алып, өздері жаңағы тамағын жасап, несін етіп, жаңағы өз-өзіне қызмет жасап жүрген жағдайда дедіңіз. Мен сізді дұрыс түсіндім ғой, иә? Иә, балалар өз-өздеріне қызмет ететіндей жағдайда. Үлкен балалар. Иә, демек, балалар жаңағы қалай айтсам, психологиялық тұрғыда ересектің рөлін ойнап жүр ол отбасыда. Олар өз-өзімізге қамқор болмасақ, бізге тамағымызды ешкім дайындап бермейді, көйлегімізді ешкім жуып бермейді деген сияқты нәрсені түсінген және осы әрекеттерді өз-өздеріне жаңағы қызмет жасап нетіп жатыр. Ол бір шеттен олар үшін өте үлкен ресурс. Себебі жаңағы кез келген жағдайда олар жаңағы тамақты да өз-өзіне қызмет жасау сәттерінде дұрыс орындай алады деген. Сол сәттерде жаңағы жаза отырып, ескере отырып, сотқа жаңағы отбасын қолдау орталығының мамандарының пікірімен бөлісуге болады. Жаңағы егер отбасында балалар үшін қауіпсіз орта қалыптастырылса, балаларға ешқандай қауіп төнбесе, егер осы отбасында қала беретін болса, жаңағы қалдыру мәселесін соттан сұрау керекпіз. Бірақ қайтадан заңмен қарама-қайшы болып тұршы бұл әрекет. Сот заңға қарсы бармайды. Сол себептен психологтар, әлеуметтік қызметкерлер балалармен жұмыс жүргізу керек. Яғни балалар андай иллюзияда өмір сүрмеу керек. Бізде қазір бәрі жақсы болады, осы жағдайда қаламыз деп, бәрі күрт өзгеріп кету керек екеніне балалар кішкене болсын моралды түрде жаңағы дайын болу керек. Осы менің ұсынысым болып табылады. Ертең еще анасын
қамқорлығынан айырылғаннан кейін анасы тарапынан да неше түрлі жаңағы әрекеттер болуы мүмкін. Ол да балалардың жаңағы психикалық әл-ауқатына әсер етуі мүмкін. Жаңағы келіп жанжал шығарып деген сияқты. Бұл жерде, видите, мәселе ересектердің арасында болып тұр ғой. Анасы ойлап тұр, маған бұл кісілерге, ағама, сол үйде тұратын ересектерге балалар емес, ақша керек деген жаңағы ой болып тұр. Бұл жерде балалар ешкімнің жаңағы қызығушылығында, ойында бала жоқ. Бұл жерде сол жаңағы кішкентай бір сомадағы ақша болып тұр. Сол үшін келіп жанжал шығаруы мүмкін, жаңағы ақыр ақшаны алдың ба деген сияқты сәттер болуы мүмкін. Бізде ондай кезде ең алдымен балаларға көмек көрсете алу керекпіз, және кейін егер осындай сәттің балалар жаңағы несі куәгері болатын болса, дұрыс реакция беруді, не болмаса оларға қолдау көрсетуді біз өзіміздің жоспарымызға қосу керекпіз. Ол тәуекел ретінде, риск ретінде қарастырылатын дүние. Әріптестер, басқа кімнің қандай ұсынысы бар? Тағы не істеуге болады бұл кейспен? Жалпы маман бұл жерде жаңағы біздің әр адамның, бізде отбасымен жұмыс істеген кезде әрқайсымыздың ішімізде неше түрлі сезімдеріміз бар, эмоциямыз бар, иә. Сол эмоцияға берілу кезінде жаңағы маманның өзін жайлы сезінуі өте маңызды. Кейде мынандай болады, әлеуметтік қызметкер осының бәрін жасап жүрген кезде әлеуметтік қызметкерді кінәлауы мүмкін. Міне сендер келдіңдер да, балаларым әп-әйбат тұрып жатқан, енді ол ана үшін жақсы, керемет условия болды ғой. Балалары бір жерде, қараулы, олардың ойы бойынша, иә, жаңағы ол кісі ақшасын алып жатыр, бәрі тыныш болған. Енді мында жаңағы біздің отбасын қолдау орталығы мен мамандар қосылып, жаңағы ана кісілерге кішкене көмек беріп, үйретіп деген сияқты дүние. Содан кейін әлеуметтік қызметкерді кінәлау, жаңағы айыптау деген сияқты сәттер болуы мүмкін. Соған біздің әлеуметтік қызметкер дайын болу керек. Ол қандай жағдай болмасын, балаларды мекемеге жіберсе де, иә, заң аясында, заңмен солай шешілетін болса, бұл балалардың мүддесін сақтау үшін заңмен қабылданған шешім деп қабылдауды үйрену керек. Себебі енді ана кісінің реакциясын ата-анасының құқығынан айырғаннан кейін бәрімізде елестетіп көрсек болады қандай болатынын. Енді ол үйреніп қалған табыс көзінен айырылып қалады. Содан кейін соған әлеуметтік қызметкер соның сөзіне еріп, өзі эмоционалдық тұрғыдан күйуге шалдығып қалмау керек. Мөнзира ханым, егер сіз осы кейсті сіз жүргізетін болсаңыз, не болмаса жаңағы әріптесіңіз жүргізетін болса, мынандай ұстаным, заң бойынша балалардың құқығын қамтамасыз ету үшін балаларға тиісті әрекеттер жасалады. Оған сізде, бізде, менде, басқа да тарапта ешқандай әсер ете алмайды. Балалардың заң бойынша неге құқығы бар, сол заң бойынша оларға беріледі. Егер анасынан айырылатын болса. Бұл жерде бұл біздің не емес, жаңағы не наше желание, былайша айтқан кезде, біздің жаңағы не емес, қолдан келгенше біз әрекетімізді жасаймыз, балаларды жаңағы отбасында алып қалу үшін. Бірақ мына жерде ең үлкен не, әйел адамның отбасында жоқ болуы, тек қана ер адамдардың болуы, сонымен қатар бір адамның мүгедектігі бар, бір адам төсек тартып жатқаны өте үлкен бұл ситуацияда минус болып тұр, отбасында қалдыру үшін балаларды. Назира ханым, дәл осындай бір мәселе бар да, бізде тағы да бір кейс осыған ұқсас. Ол да бір не болып тұр, кішкене қиындау болып тұр да, заң аясында ол кісіде. Бізде бір кейс бар, бір жетім қыз келіп жүрген болатын. Сол қыздың жолдасы басқа отбасы болып, заң түрде ажырасады да, басқа отбасы бар қазір жолдасының. Өзі мына жолдасының әке шешесімен бірге тұрады. Қазіргі айтқанда ата енесімен бірге тұрады мына қыз. Сосын бұл қыз кеше жақында қайтыс болады.
қолында екі баласын өзінің әжесіне тастап кетеді. Өзінің әжесі алады екі баланы. Бірақ заңды түрге келгенде әкесі әлі анасы қайтса әкесіне бару керек екен балалар. Бірақ әкесі бұл балаларды алмаймын дейді. Алғысы келмейді. Енді ол кісі де заңды түрде бас тартса, бұл балаларды неге кетеді екен, балалар үйіне кетейін тұр екен да. Сосын енді анасы баласына бас тартпа, бірақ балаларды өзім бағам, заңды түрде сенде тұра берсін дегендей қылып тұр да. Ол дәл осындай жағдай Әжесі, болады. әжесі қамқорлық қалса болады ғой ол жерде. Әжесі қамқорлық қалғанда бұл қыз өзі жетім қыз болған соң туыстық қатынасқа жатпайды екен әжесі. Немесе бұл Өзі қыздың екенін өзінің дәлелдей туған алмайды. апасы бар. Иә, бір апасы бар, сол алуы мүмкін. Егер ол бас тартса, балалар үйіне кетуі мүмкін деген сияқты неге сотқа келіп тұр мәселесі. Әжесін жаңағы психологиялық дайындау курсынан өткізу керек та, документін жинап, сол балалардың артынан жаңағы ЦПГ қайда барады, бұл балалардың жаңағы алып кететін несі бар деген сияқты әрекеттерді жасау керек. Жаңағы қамқоршылық нелер мінездемесін бәрін жазып беру керек. Я балалар таниды, бір-бірімен қарым-қатынасы бар, эмоционалдық байланысы бар. Бұл балаларды ешқандай отбасына емес, әжесіне беру керек деген жаңағы шешімді шығарып берсе, ешқайда базаға ешқайда тіркелінбейді, туыстық қатынас ретінде жаңағы бұларды оформить етіп береді негізінде. Ал жаңағы кейс бойынша тағы бір идея келіп тұр менде. Әкесі алкогольдік ішімге тәуелді болғанмен де ата-ана құқығынан айырылған болса да, ол заң бойынша алимент төлеуден босатылмайды. Бұл әкесін алимент төлеуге жаңағы нетуге болады. Істі сотқа беруге болады. 3 балаға жаңағы қандай да бір мөлшердегі алимент төлеп отыруға жаңағы, енді мына отбасының доходын көбейту үшін дегенім ғой. Жаңағы әкесінен алимент алады, енді шешесінен жаңағы несін алып отырады, бір вариант ретінде. Егер мүмкін болып жатса, алиментке заңгеріңіз жаңағы нетсе болады. Ол кісі алиментте босатылады только в том случае, если ода жаңағы жұмыс істеуге қабілетсіз деген несі бар болатын болса. Анықтама. Иә. Жақсы идея, жақсы болсам болады. Кішкене болсын бір қомақты қаржы деген ғой. Жақсы әріптестер, кімде тағы қандай ұсыныс бар, ой бар, пікір бар, мүмкін қолдау сөздері бар. Біз осы алаңды бір-бірімізге көмек көрсету үшін ашып отырмыз ғой. Осындай кейстер кездескен кезде не істеуге болады деген сияқты бір түйген сабақтарыңыз бар болса, ашық микрофондарыңызды қосып бөліссеңіздер болады. Әріптестер, сіздердің пікірлеріңіз маңызды. Тек қана мына жерде қатысып, тыңдап отыру емес, сонымен қатар әр ақпаратты алған кезде бізде кері байланыс болады, реакция болады, иә, осыған деген. Осында айтылған сөздерге, ақпаратқа, ұсынысқа, егер қарсылығыңыз бар болса, оны да айтыңыз. Келіспеушілігіңіз бар болса, оны да айтыңыз. Себебі дискуссия кезінде өте жақсы бір шешімдер туындайды. Иә, шынымен осылай істесек болады ғой деген сияқты жаңағы ой туындайды. Бір тараптан ғана шешім қабылданбайды. Мына жерде ер азаматтарымыз бар, мамандар, сол кісілердің де пікірін тыңдасақ бізге өте пайдалы болатын еді. Унзира ханым, сізде міне 1 сағаттан бері бізде кейс менеджмент бойынша, осы кейс бойынша супервизия жүріп жатыр. Жаңа әріптестеріміз өзінің пікірін айтып жатыр, жаңағы немізді айтып жатырмыз, ойымызды. Сізде осы
кездесу бойынша кері байланыс беруге мүмкіндігіңіз бар. Қазір жаңағы өзіңіздің ойыңызбен, жалпы сезімдеріңізбен бөлісіп кетсеңіз болады. Жалпы көптеген идея алдым деп ойлаймын. Ендігі істеуге болады ау деген нені ойды алдым. Жаңа екінші кеш туралы да әжесіне не жинауға болады дедіңіз ғой. Сол идеяны да іске асыруға болады екен. Біз сол мәселе бойынша кішкене істеп жүредік. Шала қарап жүредік, шынымен айтқанда. Ап деп. Еще жақында қайтқан болған. 14-22 деген номерге хабарласып, жаңағы психологиялық қолдау курстарына онлайн форматта өтуге жазылуға болады. Бұл кісі еще жақында қайтқан соң әжесі әлі де қозғалғысы келмейді. Кішкене уақыт өткеннен кейін барып жұмыстанамыз ба бұл кейспен. Мына кейс бойынша енді балалармен, ең басты балалармен жұмыс істеу керек болып тұр. Себебі балалар көптеген психологпен көп жұмыс істеу керек бұл сияқты. Себебі шынымен де 60-70% балалар үйіне кетіп қалу деген мүмкіндік бар. Сол мәселесі бойынша жұмыстанамыз деген ойдамын. Кейсті мына супервизияның талқылауына салу сіз үшін жаңағы пайдалы болды ма, жоқ әлде сол бір неде қалды ма? Басты бізде мақсат ортаға салғаннан кейін хотя бы бір тал бір ұсыныс алу болып табылады ғой. Иә, әрине ұсыныс алдым деп ойлаймын. Ортаға салып жаңада айтып отыр ғой, бұндай жағдай бәрімізде бар деп дегендей. Кішкене өткенде осы жағдай келген кезде неге эмоцияға беріліп бір кішкене естіп қалып едім. Қалай шешіледі бұл мәселе екен деп та. Себебі ағасы ана жақтан анасы келіп біздің тарапымызға қаншама сөздер айтып жатыр. Сол ақша қарап қалдыңдар ма дегенде қалып та. Сол ойлаймын, не үшін шынымен де ма дегенде қалып әртүрлі ой келеді. Не істерімізді білмей қаламыз да. Кейде өзім жалпы енді өзім айналысып жатқан соң өзім не істеймін. Бұл жалпы кейсті қасымда әріптесім жүргізіп жүрген, ол кісі декретке демалысқа қалған соң маған қалды ол кейс. Сол үшін аяқсыз қалдыруға болмайды деп толықтай өзім алып жұмыстанадым. Өте дұрыс, себебі бұл жерде 3 баланың тағдыры өте маңызды. Қолдан келгенше оларды осы отбасында қалдыру әрекетін жасау керекпіз, отбасын қолдау орталығы. Бірақ та жаңағы заң бойынша егер олар мекемеге кетіп жатса, онда ол олардың құқығы заңмен шешілген, қабылданған шешім деп қабылдау керекпіз бізде. Бізде заңға қарсы шыға алмаймыз. Ол енді адаммен жұмыс істеген кезде ондай ситуациялар әбден болуы мүмкін, әріптестер. Сіздер кешіресіздер, мысалы мен сұрағым бар да, мамасымен мысалы сөзге келмеді дегенмен мамасына түсіндіріп айта алдыңыздар ма? Ол бәрі санға өткенде де ол мамасы, ол сан жейден жай алмайды ғой. Пособиясын алады, немесе мамасы жұмыс істесе, мамасының зарплатасынан ол ақша төлену керек. Ол сол жағын біле ме екен мамасы? Барлық жағдайын түсіндірдік анасына, заң жағынан да. Сонда да ол кісі алимент шешесі де төлеу керек болады, егер ертең төлейді болса. Бұл отбасы жаңадан тұрмыс құрған отбасы бұл балаларды алғысы келмейді, сол үшін мен бас тартамын деп кәдімгідей солай айтады тек. Қай сөйлессең де, қай кезде сөйлессең де. Балаларын хотя санға өткізбей интернетқа орналастыруға мамасы көнбеді ма? Қай жағынан? Жоқ, кейде аналар болады ғой, мен интернетқа орналастырғым келеді деп. Ол бізде осы 5-10 метр жерде интернет бар. Сол жерге орналасуға да айтсақ та, барлық ұсынысты айттық, жолдарын да айттық, документ жағында өзіміз реттеп береміз, сіз жақта жүре беріңіз деген сияқты айтқанбыз. Ол жағында да келіспей отыр ол кісі. Мені мазаламан, тек солай. Андай тас жүрек ана екен. Кейстеріңіз өте қиын, ауыр болып тұр. Бала, ең кішкентай бала бесікте жатқан жерінен тастаған ғой. Сол кезден бастап бұл ана вообще келмеген бұл отбасына. Болды онда. Онда уже көп уақыт болды. Лишенеге кетті ғой, уже балаларды анасы үйреніп қалыпты ғой. Үйреніп қалды. Өткенде де айттым ғой, жаңағы отбасы, осы қазіргі отбасынан да ұрысу несі болған кезде, осы төркін ағасы үйіне келген кезде
балалар үйден кетсін деп жылап айқай шығарып сөйткен. Сол бір күннен кейін сразу кетіп қалған бұл анасы. Балалардың санға кететіні қиын болып тұр да. Ағасында қала берсе ең жақсы жол сол ғой, бәрі де үйдің жылулығы болады. Балалар ағасына көкей деп айтады, сол көкесінде қалғымыз келеді деп сөйтіп айтады. Енді ол заң аясында бәрібір де деп түсіндіріп жатамыз балаларға. Алу қиындау болады, кішкене не істейсіздер деп. Заң қарамайды ғой оған. Кейстеріңіз өте ауыр енді, шыны керек. Соттың кезінде де балалар осы көкемізді қолымызға аламыз, көзімізді ашқалы осы көкемізді көрдік деп айтқан болатын. Енді сот қалай шешім қабылдайтын. Жеңілдігін тілейміз. Рахмет. Интернатқа орналастырған кезде де әріптестер қараңыздар, анасы жауапкершілікті сезіп тұр. Интернатта балаларды аптасына бір рет алып кету керек, олар керек, каникул кезінде алып кету керек, жаңағы демалыс, мереке кездерінде алып кету керек. Оның бірдеме жағдай болған жағдайда да мысалы анасы келу керек та, бәрібір де. Ол оған уақытын бөлгісі келмей тұр, жауапкершілікті алғысы келмей тұр. Сол себептен ол бәріне жоқ, ең оған қолайлы жағдай осы қалпында қала берсе. Все нормально же было. Осы уақытқа дейін никто ничего не делал, былайша айтқанда. Бұл қазіргі біз осы 3 баланы айтып отырмық қой, бұл бірінші некеден де тағы да 3 бала бар, ол әкесінің қолында тәрбиеленіп жатыр бұл балаларда. Ол балаларды әкесімен сөйлесіп едік, бірінші некесінде ажырасқаннан кейін тіпті көрмеген ғой балалар. Бірінші некедегі 3 баласымен де. Енді ондай аналар өкінішке орай болады, әріптестер. Сол себептен мына балалармен жұмыс істеген кезде де, кейін болашақ өмірінде де бұл әрине олардың өміріне әсер етеді. Бірақ қазір енді бұл балаларға заң аясында осындай шешімдер болу керек дегенді біз түсіндіре алу керекпіз. Бұл балаларда андай ой қалыптасып қалмау керек, что әлеуметтік қызметкерлер көмектесеміз деп келді да, біздің өмірімізді бұзып жіберді деген сияқты. Себебі олар үшін кәдімгідей өмірі түбегейлі өзгерейін деп тұр ғой. Бірақ әйтеуір бәрі бір жерге баратыны, сонысының өзі бір не болып тұр, себебі жас бойынша кеп тұр. Ал егер бала одан кіші болатын болса, ең кіші бала нешеде? 10-да. Ең кішісі де 10-да ма? Ең үлкені 10-нан асқан, Өзира ханым, кішісі? 3 баланың ішіндегі. 4 жасқа толмаса, оны сәбилер үйіне жібереді. 4 жастан артық болса, онда жаңағы балалар үйіне бәрін бір жерге орналастырылатын болады. Енді бұл жерде бәрін бірге сақтап қалу өте маңызды болып тұр, егер олар балалар үйіне түсетін болса. Осылай, әріптестер, Өзира ханым сізге мына кейсті шығарып талқылауға, әлеуметтік салада отбасымен жұмыс істеген кезде осындай да ауыр кейстер болатынын, кейде жаңағы адам тарапынан, енді бәріміз анамыз, мына жерде отырған бәріміздің бойымызда неше түрлі сезімдер бар, балаларды сақтап қалғымыз келіп тұрғанмен де заңмен жасалатын дүниелер басқа екенін кейде қабылдау қиын болады, этикалық дилеммалар содан да туады. Неге осындай жаңағы әділетсіздік деген ойлар пайда болуы мүмкін. Сондай ойлардың бәрі біздің маман ретінде эмоционалдық күйіп кетуімізге әсер етеді. Жалпы басқа мамандарға да осындай кейспен жұмыс істеген кезде заңмен қабылданған шешімді бізде, бұл заң деп қабылдай алу дағдысын дамытсақ, эмоционалдық күйуден біз жаңағы кішкене болсын сақтанатын боламыз, алдын алатын боламыз. Кейс үшін сізге көп рахмет. Әріптестер берген, мында айтылған ұсыныстарды қолданып көріңіздер. Мүмкін бір пайдасы тиіп қалар, жаңағы алиментті нетіп деген сияқты, сотқа жаңағы отбасында балалардың қауіпсіз ортасы қалыптасқанын, мүмкін бір жаңағы уақытша бұларға бір испытательный срок па, сондай беруді өтініп көру деген сияқты. Бәрібір енді заңмен, бірақ кейде
жеке ерекшеліктері де ескеріледі отбасының, әр баланың жаңағы сөзі ескеріледі деген сияқты сондай әрекеттерді жасап көрейік. Қолдан келгенше балаларды қалдырудың амалын, әрекетін жасаймыз, бірақ егер одан түк шықпайтын болса, балалардың құқығын сақтау үшін, балалардың мүддесі үшін балаларды осындай жерге орналастыру керек дегенді қабылдауды жөн көреміз, қабылдаймыз бәріміз. Бұл жерде кінәліні іздемейміз, былай істеу керек деген жаңағы бір әрекеттерді нетпейміз, тек қана заңмен қабылданған шешім деп қабылдаймыз. Әріптестер, сіздерге көп рахмет. Осы кейске жаңағы қатысты ойларыңызбен, пікірлеріңізбен бөлісіп жатқан, ұсынысты айтып жатқан Жанат ханым, сізге рахмет. Әр вебинарда баланы отбасында қалдыру керек деп шырылдап отырасыз. Ол деген шын мәнінде бәріміздің мақсатымыз сондай. Әр бала отбасында, өз отбасында тәрбиеленгені біз үшін өте маңызды. Және соған бір-бірімізге жаңағы ой салып өстіп отырайық, балаларды отбасында қалдырайық деген бір неге бағдарлап отыратыныңыз үшін көп рахмет. Белсенді болып отыратындарыңыз үшін көп рахмет, әріптестер. Осындай алаң арқылы кейсті талқылап алудың өзі, басқа әріптестерден бізде де бұндай кейс болған, бізде де бұндай кейс бар дегенді естудің өзі кәдімгідей эмоционалдық тұрғыдан бізге бір жеңілдік сыйлайды. Жаңағы бізде ғана емес, барлық өңірде бар екен ғой, басқаларда да осындай кейстер бар екен, әрекет жасап жатыр демек, біздің де қолымыздан келеді деген қандай да бір жігер беруі мүмкін. Осымен 3-ші вебинарымызды біз аяқтаймыз. Түстен кейін 2:30-да бізде соңғы вебинар. Ол жерде де өте жиі кездесетін күрделі кейстің біреуі шығатын болады. Мигранттармен жұмыс істеуге байланысты, осындай кезде не істеуге болады деген сияқты ойларыңыз, ұсыныстарыңыз, идеяларыңыз болса ортаға салайық, міндетті түрде қосылыңыздар. Және қорытынды ретінде біз сіздерге беретін бір әдістемелік құралдарымыз, инструменттеріміз бар. Сонымен жаңағы түстен кейін вебинарда кездескенше әріптестер, сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз бар болса мархабат, уақытымыз бар әлі. Сұрақпен кері байланыстарыңыз болмаса, әріптестер, шыға берсеңіздер рұқсат. Түстен кейін сағат 2:30-да біз сіздерді келесі вебинарда күтеміз. Рахмет, жақсы. Назира ханым, сау болыңыз. 2:30-да кездесеміз. Көп рахмет. Жақсы болыңыз.